Дина Нұрпейісова Құрманғазының талантты шәкірттерінің бірі және дәулескер күйші, сазгер. Ол Батыс Қазақстан облысындағы Бекетай құм деген жерде дүниеге келген. Дина Нұрпейісова жайлы бестерек. Ол алғаш рет домбыраны 5 жасында қолына ұстаған, ал 9 жасында домбыраның құлағында ойнаған қыздың атағы көпке тарады. Дина 19 жасында тұрмысқа шыққан. Сол заманға сәйкес отырып қалған қыз болып есептеледі. Домбыраға қызыққаны соншалықты тұрмысқа шығуды кеш ойлағанын өзі де айтқан. Нұрпейіс бірінші күйеуінің есімі. Нұрпейіс Мақатұлы мен Дина бар жоғы 5 жыл тұрған. Динаға төлқұжат бергенде тегін жазу үшін атасының есімін сұраған. Бірақ қазақтың салт дәстүрі бойынша келін ата-бабасының аталарының есімдерін дауыстап атай алмайды. Сондықтан ол менің тегім не үшін керек? Міне, ұлым Жұрынбай Нұрпейісов деп жазылған. Мені де солай жазыңыз деп жауап берген. 1937 жылы Дина Қазақ филармониясына жұмысқа алынып оған еңбек сіңірген өнер қайраткер атағы берілді. Осы жылы ол Жамбыл Жабаевпен танысады. Қазақтың күйші қызы Дина халық алдында соңғы рет 1952 жылы 91 жасында шықты, ал 1955 жылдың 31 қаңтарында күйші Алматы қаласында дүниеден өтті.